Қайырлы күн, құрметті халайық. Мына желіде марқұм Арман Дүйсенов бауырымыздың жары Айсұлу ханым көптеген мәліметтер беріп жатыр. Далада қалдым, үйім жоқ деген әңгімелер кетіп жатыр. Оның бәрі әрине біздің жүрегімізге батады. Мен миллионердің әйел емеспін. Менде артық ақша деген болмайды. Мен өзіме қалып беретін едім бай болсам. Менің де туған туысқандарым бар, бауырларым бар, анамның немерелері бар, қазір шөберелері бар деген сияқты. Солардың бәріне айтады ғой қазақта, бір үйге бір адамға нәсіп береді деп. Мен бірақ ол аспаннан түсіп атқан жоқ. Аяқ қолыммен жаңағы біресе ан жаққа ұшып кетем, біресе мына жаққа ұшып кетем. Әндетіп жүріп те, концерт беріп жүріп те, нәпақамызды тауып жүрген адамдарымыз. Оның бәрі әлгі ақша бүйтіп жинап, ақшаны кереметтей қылып жинап атқан жоқпын. Сондықтан да мен үй алып берем деп айта алмаймын. Бірақ мен әкімшіліктің жігіттеріне шықтым. Әкімнің өзін емес, сол әкімшілікте істейтін жігіттермен ақылдастым. Қалай көмек беруге болады? Кезінде Зәкең марқұм талай өнер адамдарына кезексіз үйлерді берген еді. Мына Шерхан Мұртаза ағамыздың өзі барып, сол уақытта бір күнде таңертеңгі 10-да келіп, 5-те бірақ шықты деді ғой Зәкең. 60 пәтер алып кеткен екен. Бүкіл радио, телерадио компанияның жұмыскерлері 30 жыл, 20 жыл пәтер жалдап сол тұрған екен. Сол жағдайды Зәкең жасап кеткен еді кезінде. Олжас Сүлейменов ағамыз келіп 20 пәтер алып кеткен екен. Сол сияқты ол кезде әкімшіліктің балансында үйлер болған екен. Міне, Тасмағамбетов мырзаның кезінде де сондай болған. Баланста үйлер болатын. Осындай қатты қиналған жандарға, еңбегі сіңген адамдар, халықтың адамдарына, көп балалы аналарға үйлер солай берілетін. Қазір ондай заң жоқ екен. Баланста үй жоқ. Сондықтан да біз үйді бере қоймайдау деген әңгіме естідім. Соны жеткізгім келеді. Енді менің бір сенетін бір адамым бар. Өздеріңізге белгілі Баян Мақсатқызы. Баянның күйеуі миллиардер шығар. Сондықтан енді бірақ бір жағынан айтады ғой, бір адам байыса, өзі үшін, біреу үшін байымайды ғой. Ол өзінің жан жағында, оның да туған туысқандары бар, жары бар, бала шағасы бар деген сияқты соларға көмектесу үшін жағдайын жақсартады. Әрбір адам. Ол жалғыз Баянның жолдасы емес. Бәріміз де сондаймыз. Сондықтан енді әншілердің бәрі солай. Біресе ан жаққа ұшып кетеді, біресе мына жаққа ұшып кетеді. Сол өздері үшін жинап атқан жоқ. Барлығы сол туған туысқандарына, біз қазақ бауырмашыл халықпыз ғой, бір-бірімізге көмектесіп, қиын кезде о дүниелік болса да бәріміз жүгіріп көмектесіп жатамыз. Той болса да шашуымызды шашып жатамыз. Сол сияқты ғой енді. Сондықтан да мен ойлаймын енді, Баян Мақсатқызының жолдасы Арман Дүйсенов Баян Мақсатқызын өте қатты сыйлаған азаматтардың бірі. Қашан әңгімесінде жаңағы Баян Мақсатқызы, Баян Мақсатқызы деп өте жоғары баға беріп отыратын. Сондықтан да Баянға ғана сеніп отырмын. Баянның жолдасы екеуі ақылдасып, Арман Дүйсеновтей Баянның көптеген проектлерінде атсалысқан негізі Арман Дүйсенов. Аранжировкасына дейін, әндерге дейін кешкеудің мықты әндерін жазып берген біздің марқұм Арманжан. Сосын досым деп айтатын. Сондықтан мен тек Баянға сеніп отырмын. Баянжан, бірдеңе қылып енді бір үй алып беріңіздер.
жартылай ақшасын мүмкін біз жинап, мен енді өзім бере алам, бір екі тойға барып ақшасын мен сіздерге берейін, көмек ретінде. Бірақ қалғандары бере ме бермей ме мен айта алмаймын. Сол бір өтініш болып тұр енді. Баянжан, өзіңнің бір жағынан жерлесің, Арман Дүйсенов, Оралдың азаматы, атпал азаматы. Сондықтан да Алла да разы болсын, аруақ та разы болсын. Бір пәтер алып берсеңіздер, сіздердің абыройларыңыз одан сайын асқақтайды деген ойдамын. Баянжан, мен сізге сенемін. Халықтан ақша жинамай-ақ қояйық енді. Ұят болатын шығар.